Барыңызға сәлемдер. Менің арнамда сіздерді көргеніме өте қуаныштымын, және бүгінгі видеоның тақырыбы қалай сабақты жақсы оқуға болады деген видео болады. Егер осы видеоны жасаса, менің арнама тіркеліп, осы видеоға лайк басып кетіңіздер. Және де егер де сіздер менің видеомды бірінші болып көргілеріңіз келсе, міндетті түрде колокольчикті басып кетулеріңізді сұраймын. Сол кезде міндетті түрде менің видеомды бірінші көретін боласыздар. Ал енді көпсі видеомызды бастайық. Бірінші кеңес ол ең алдымен үй тапсырмаларын орындап жүріңіздер. Қарапайым нәрсе, бірақ та соны да орындамауларыңыз мүмкін. Сонда сіздерге айтамын, міндетті түрде үй тапсырмаларын орындап жүріңіздер. Сол арқылы бағаларыңыз бір есе болса да көтеріледі. Және де ол арқылы сіздер өздеріңіздің білімдеріңізді дамытасыздар. Және де үй тапсырмасын орындағаннан ешқашан қашпаңыздар. Ол былай 5 минуттық тұтынса 20 минуттық нәрсе, сондықтан да оны орындаудан қашпаңыздар. Ол міндетті түрде сіздерге ертең жемісін көрсетеді. Екіншісі, міндетті түрде достар, кітап оқыңыздар. Кітап арқылы өздеріңіздің сөздік қорларыңызды дамытып, және де күнделікті мысал түрде сіздер 1 минуттың ішінде мысалы 150 сөз оқысаңыздар, оны одан әрі тіпті 300, тіпті 200 сөзге дейін оны арқылы дамыта аласыздар. Және де сол арқылы өздеріңізді күнделікті тәртіпке үйрете аласыздар. Мысалы, күніне 20 минутқа кітап секундомерге қойып, соны кітап оқысаңыздар, оның өзі сіздерге ертең міндетті түрде жемісін, нәтижесін беретін болады. Және кітап сіздерге өте пайдалы. Үшінші достар, егер сіздер мысал түрде конспект жазатын болсаңыздар, бірақ конспект жазуға ерініп тұрсаңыздар, бірақ сіздер оны ерініп тұрып, бірақ кітап оқуға да ерінсеңіздер, онда сіздерге тағы да бір кеңес, яғни сол конспектті жазу арқылы сіздер ол кітапты оқи аласыздар. Сондықтан, яғни оны конспект жазып отырып оқысаңыздар болады. Мен оған өзім солай сенемін, және олай болады. Сондықтан да міндетті түрде өздеріңізді конспектлеріңізді жазыңыздар. Мүмкін ол сіздерге қарапайым естілетін шығар, бірақ та конспектінің өзі сіздерге кітапты оқуға көмектеседі, және сол арқылы білімдеріңізді дамытасыздар. Ал достар, келесі лайфхагым, міндетті түрде егер онлайн мектепте орындаңыздар, егер сіз дистанционкаға оқысаңыздар, дистанционный обучениеға міндетті түрде онлайн мектепте орындап отырыңыздар. Және ол жақта егер сіздер үй тапсырмаларын орындап үлгермей жатсаңыздар, онлайн мектепте үй тапсырмасы деген жерде тұрады, сол жерде сіздер көрсеңіздер болады. Дистанционкаға міндетті түрде оқыңыздар, яғни сол кезде онлайн мектепте үй тапсырмасы деген жерде тұрады, жиналып сол жердегі оқып жіберіп, бір апта сайын жіберіп отырсаңыздар, оның өзі сіздерге өте жақсы баға алуына міндетті түрде көмегін тигізеді. Сеніңіздер, және де орындаңыздар, ешқашан жалқаулыққа салынбаңыздар. Және де өздеріңізге жеке күнделік бастаңыздар. Тіпті телефонмен де болады, бірақ та нақты ыңғайлысы ол өздеріңізге жеке күнделік бастау. Жеке күнделік бастау арқылы сіздердің уақыттарыңыз телефон ұстауға болмайды, және телефон ұстаған уақыттарыңызды кітап оқып пайдалы іспен айналысасыздар. Және тек қана тағы да бір сіздерге кеңес, тек қана сабақ деп кетуге болмайды. Себебі сабақ оқыған сайын сіздердің тіпті кітаптан оқып соқырып, яғни көздеріңіз көрмей қалуы да мүмкін. Сондықтан да арасында өздеріңізге демалыс жариялап та тұрыңыздар. Ол міндетті түрде. Сіздер достар, әр қашанда бір апта сайын ба, 2 апта сайын немесе өздеріңізді марапаттап отырыңыздар. Яғни айтқым келгені, мысалы сіздер сабағыңызды оқып біткеннен кейін міндетті түрде орындасаңыздар, марапаттап сіздерді мысалы түрде мен мына сабақты орындап біткеннен кейін осылай істеймін деген сияқты сіздер соны марапаттау арқылы сабақтарыңызды жақсы оқып, сіздерге мотивационный қуаныш несі болады. Сол кезде сіздер міндетті түрде сабақтарыңызды оқып бітіріп, оны алғыңыз келіп тұрады, сіздің қалаған затыңызда, және сол міндетті сіздерге көмегін тигізеді. Ең соңғы кеңесім достар, көмек сұраудан қорықпаңыз. Егер тақырыпты түсінбей жатсаңыз, интернеттен қараңыз, немесе өздеріңіздің достарыңыздан көшіруін емес, түсіндіруін сұраңыздар, және сол арқылы өздеріңіз есеп шығарып үйренесіздер, және де сол арқылы кейін бір емтихан келген кезде өте оңай болады. Немесе өздеріңіздің тіпті болмаса сынып жетекшіңізден сұраңыздар. Түсінбей қалсаңыздар, міндетті түрде немесе сіздерге қарапайым бір лайфхак, онлайн мектепте конспект деген жерде көшіріп жазып, солоны оқып, және формулалар жаттап жүріңіздер. Сол арқылы сіздер міндетті түрде тақырыпты түсінетін боласыздар, және сол арқылы күніне 10 есеп шығарсаңыздар, тіпті 4-5 есеп шығарсаңыздар, оның өзі сіздерге көмегін тигізеді. Мысалы, мен күніне
алгебрадан 4 бет есеп шығарамын, және сол арқылы қазіргі таңда есептерді түсініп келе жатырмын интернеттен қарап. Соны сіздерге айтқым келеді. Және достар, осымен видеом аяқталды. Егер ұнап жатса, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырып лайк басып кетіңіздер. Менің келесі видеомды күтіңіздер, және де сау болыңыздар достар.